Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді болып шығатын, әрі жасалу жолы да оңай, көп уақытыңызды алмайтын сникерс пирогының жасалу жолын көрсететін боламын. Соңына дейін көріңіздер. Бір жұмыртқамызға қантымызды салып миксерлеп аламыз. Қай затты қанша мөлшерде қосқанымды видеоның астына описанияға жазып кететін боламын. Сол жерден қарап аларсыздар. Одан кейін бөлме температурасында тұрған жұп-жұмсақ сары майымызды салып, және де разрыхитель қопсықышымызды салып миксерлеп аламыз. Әр апта сайын шығатын ерекше дәмді тағамдардың рецептісін жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойуды ұмытпаңыз. Одан кейін массамызға алдын ала електен өткізіліп алған ұнымызды және де какаоны қосып, сникерс пирогының қамырын елеп аламыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Оны біз жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Вареная сгущенка менде любавинка. Осындай сапалы жақсы түрін қолдансаңыздар, пирогтарыңыз міндетті түрде өте дәмді болып шығады. Вареная сгущенкаға жаңғағымызды қосып, тұздалған арахис араластырып аламыз. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір жағын үлкендеу, бір жағын кішілеу етіп, үлкен жағын астына жайып, бортиктарын жасап, біркелкі етіп, осылай пирогымыздың формасын жасап аламыз. Одан кейін вилканың көмегімен осылай шеттерін, асты жағын бәрін кесіп шығатын боламыз. Салмамызды салып, біркелкі етіп, жайып аламыз. Менде форманың диаметрі 22 диаметр. Екінші кішірек қамырды оқтаудың көмегімен осылай жайып, жолақша етіп кесіп шығамыз. Немесе үккіштің, немесе қолдың көмегімен майдалап қоссаңыздар да болады, қоқымдап. Жолақшаларымызды осылай пирогтың бетіне видеода көрсетілгендей қойып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Вилканың көмегімен осылай басып шықсаңыздар болады. Біркелкі піскенде әдемі болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.